Құпия қонақ. Әріптер еліне құпия қонақ келіпті, достар. Ертеде әріптер елінде барлық дыбыстар тату-тәтті өмір сүріпті. Бір күні достар А дыбысының туған күні екенін естіп, үлкен мереке ұйымдастырмақ болады. Таңертеңнен бастап алаңға түрлі түсті әдемі әріптер жинала бастайды. Әр дыбыс өз сыйлығын алып келеді. У дыбысы сусын алып келеді. Р дыбысы анар алып келеді. Л дыбысы ән шырқайды. Сол кезде алаңға бір құпия қонақ келіп, бір себет иісі аңқыған тәтті нан алып келеді. Оған А дыбысының көңілі түсіп, туған күн кешіне нан алып келгенді сізден көрдім. Сіз өзі қандай қонақсыз? Деп сұраған екен. Достым, мен дауыссыз Н дыбысымын ғой. Нан деген сөз екеумізді дос қылады. Қарашы қандай сөздерде мен бармын. Нан, ана, нар деген әдемі сөздерде кездесіп, екеуміз дос болуымыз керек. Мен дауыссыз Н дыбысымын ғой, деген екен. Сонда А дыбысы Н-ның айтқанымен келісіп, дұрыс айтады екенсің, ас атасын нан болса әнде болады, деп, қош келдің ортамызға, дауыссыз Н дыбысы депті.